Это бизнес әріптестер, достарыңызға қайырлы күн. Мен сіздерге дәл қазір интернет арқылы кезекті табыс тауып жатырған платформа CPNet Pro платформасы туралы айтқым келіп отыр. CPNet Pro платформасы өзіміздің отандық Bitspace компаниясының биржасы деп айтамыз, иә. Енді мен қазір сіздерге осы CPNet Pro платформаға қалай партнер тіркеуді, демонстрация экраны жасау арқылы көрсетейін деп отырмын. Міне мысалы, менде дәл қазір партнер тіркеуді, мынау рефералды сілтеме. Осы рефералды сілтеменің үстіне баса отырып, мен дәл қазір партнер тіркейін деп отырмын. Осылай рефералды сілтеменің үстіне басасыздар бірінші кезекте. Одан кейін барып, жаңағы партнердің почтасын аламыз. Почтасын алу үшін мен как раз почтаны мына жаққа ашып қойған едім. Мына почтаны осылай копировать етіп, көшіріп алып, мына почтаны осылай копировать етіп, мына жерге қоямыз. Мына жерге. Ары қарай логин қоямыз. Мен былай істеймін, логинді былай собачкаға дейін алып қойып қоямын. Ары қарай пароль жазамыз. Мына жерге тағы да пароль қоямыз. Отправить дейміз, осылай. Вам на почту было отправлено сообщение со ссылкой для прохождения верификации дейді. Енді ары қарай біз почтаға кіріп, верификация өтеміз. Осылай почтаға, входящий письмомен келді, CPNet Pro платформадан үстіне басамыз. Осылай платформадан үстіне басамыз. Мынау ссылка келді, мынау ссылка, осы ссылканың үстіне басамыз, сілтеменің үстіне басамыз да, ары қарай жаңағы почтаны жазамыз, ары қарай парольді жазамыз, ссылканың үстіне басқаннан кейін уже почта ашыла бастайды. Войти деп жазамыз. Ары қарай біз партнердің полный данныйын толтырып шығамыз. Ол үшін біз аты жөнін бәрін жазамыз. Партнердің аты жөнін жазамыз. Партнердің мен қазір жақсы жазып отырмын. Құрметті бизнес әріптестер, осылай өздеріңіздің партнерларыңызды тіркеп отырасыздар. Дәл қазір мен тіркеп жатырмын. Викторовна екен отчествосы. Викторовна. Опа. Викторовна дейміз. Мына жерге дата рождениесін жазамыз. Дата рождениесі 25-ші 01, қазір видео түсіріп болсам, 01 1962 деп жазамыз. Женский дейміз. Одан кейін жерге гражданство Казахстан дейміз. Казахстан дейміз. Мына жерге номер документа, документ удостоверение. Удостоверение деп жазамыз. Мына жерге номер удостоверение жазамыз. Номер удостоверение біздің жағдайымызда 021. Бұның бәрін не үшін түсіріп жатырмын? Болашақта партнерларға осылай өздерінің жаңағы болашақ партнерларын регистрация жасасын деу мақсатпен осылай түсіріп отырмын. Жан жағындағы шум үшін кешірім өтінемін. Енді адамдар жұмыстан келіп жатыр, біреулер кетіп жатыр деген сияқты әңгіме. 12.09.2007. Значит, мына жерге жазамыз. 12.09.2007 деп. Мына жерге почтовый индексін жазады екенбіз. Почтовый индекс. Дайындап алмаппын. Ақтөбе. Индекс. Деп интернеттен іздей саламыз. Дәл қазір шыға келіп 0.03 00 дейді. 03 0000.
Выберите страну. Казахстан. Мой любимый Казахстан деп па. Менің сүйікті қазақ елім. Штат Ақтөбе. Ақтөбе. Город Ақтөбе. Улица Жубанова. Тоқтайын. Жубанова 246. Квартира. Номер телефона. Қазір 1 минут. Телефон номерін жазу керек партнердің. +7 702 925 66 13. Осылай барлық ақпаратты жазып, тексеріп шығып, осылай жаңағы верификациядан өткізуге болады. Отправить деп басасыздар. Міне, кабинет ашылды. Осылай өздеріңізге кабинет ашып аласыздар. Ары қарай енді бұйырса, ең бастысы кабинет ашып алдық Сипинет Про платформасына. Енді ары қарай қалай муравейник активация жасауды да түсіріп отырам. Дәл қазір осы ақпаратты мен YouTube каналына жүктеймін. Құрметті экранның ар жағындағы отырған отандастар, біз қазіргі таңда интернет арқылы табыс табуды қарапайым халыққа көрсетіп жатырмыз. Бұл қазіргі менің бағытым өзіміздің отандық компания Bitspace компаниясының Сипинет Про платформасында ашылып жатырған жаңа бағыт муравейник деп айтамыз. Муравейник бағытындағы енді жаңадан ашылып жатырған платформа. Сондықтан егер сіз өзіңіз табыс тапқыңыз келсе, осы біздің командаға қосылыңыз. Біз барлығын үйретеміз, құрметті отандастар. Міндетті түрде өздеріңізден лайк және комментарий күтеміз. Бұнымен сіздерге Сипинет Про платформасына қалай тіркелуді үйреттім.